Сәлем оқушылар, қалайсыздар? Сіздермен бай сайлау ағайларыңыз, және де бүгін Ұлы Дала ОБТ-да оқушымен сұхбат. Бізде қонақта, бізде Астана қаласына грантқа түскен оқушымыз. Танысатын боламыз. Есіміңіз? Жанель. Қай жақтансыз? Қарағанды облысы Жезқазған қаласынан боламын. Аха, қай жаққа грантқа түстіңіз? Мен грантқа Еуразия ұлттық университетіне түстім. Бізге курсқа қашан жазылып едіңіз? Мен осы Ұлы Дала ОБТ курсына ОБТ-ға бір ай қалғанда жазылдым. Жазылдыңыз. До қанша балл алдыңыз? До мен 57 балл алған болатынмын, после мен 83 баллға дейін көтерілдім. Плюс 29 баллға өстіңіз. 29 баллға өсуге не көмектесті? Не көмектесті? Осы Ұлы Дала ОБТ-сына қатысуыммен шығар. Осы Ұлы Дала ОБТ-сында көптеген нұсқа талдаулар болды, және де квиз тесттер. Мен балымды қоса білдім. Квиз тесті. Аха, одан кейін тағы да бір зат көмектесті ма? Бір былай дайындалын, өзіңіздің лайфхагыңыз болды ма? Кешке сабақ оқитын едім, не таңертең сабақ оқитын едім деген сияқты. Кешке мен соткамды былайынан қойып, андай көп нұсқа талдап отыратын, сол арқасында да болды. Интернеттен қарап па? Интернеттен да скачать ете аласыз? Да, ОБТ-ның базаларын алып, сол арқылы дайындалдым. ОБТ-ның базаларын алып, все, керемет. Жақсы, мына жерде тағы бір сұрақ бар. Қанша төлеп қатыстыңыз курсқа? Мен 36 мың теңге төлеп қатыстым. 36 мың деген бір айға. Біздің оқушылар білесіз бе? Қазір скидкамен 150 мың орнына 54 мың 990 теңгені ОБТ-ға дейін 54 мың теңге төлеп ОБТ-ға дейін дайындалады. Сонда бір жыл бойы ғой. Иә, почти бір жыл бойы дайындалуға 54 мың теңге. А сіз 36 мың теңге бір айға. Біздің оқушыларға айтарым, бізде результат одинаковый болады. Егер Жанель 29 балл қосса бір айда, сіздерде қанша? Бір ай қатысып, иншалла қоса аласыздар. Ол сіздің әрекетіңізге, біздің білімімізге байланысты. Біздің біліміміз әрине барлығы дайын беруге құштарымыз, тек сіздер ақша төлеп қатысыңыздар десем да. Одан кейін бірінші пробныйда сұрадым, ОБТ-да жиі кездескен тақырыптар қандай болды? Әр ОБТ-да әртүрлі тақырыптар кездесті. Мысалы басындағы ОБТ-да, қаңтардың ОБТ-сында көбінесе теңістіктер, теңдеулер сондай кездесіп жатты. Ал нағыз ОБТ-да менде мәселе есептер көп кездесті. Содан кейін мына сұрақ. Қай мамандықта оқисыз сіз? Түстіңіз? Мен стандартизация, сертификация мамандығына түстім. Немен айналысасыздар? Ол кез келген тағамның сертификаты болады ғой, соны біз беретін боламыз. Как будто сіз? Да. Все, жақсы. Сіздің мамандығыңызға грантқа түспей қалған жағдайда, Құдай сақтасын, түстіңіз ғой, бірақ қанша теңге төлер еді ата-анаңыз? Жылына 1 миллион 50 мың теңге төлер еді. 1 миллион 50 мың теңге төлер еді. Егер оны 4 жылға көбейтсе, 4 миллион 200 мың теңге. Одан көп да шығар. Сондай шығар? Да, сол шығар. 4 миллион 200 мың теңге төлейтін еді. А сіз грантқа түстіңіз, стипендия қанша аласыз? Стипендия менде 31 мың. 31 мың 250 теңге ма? Иә. Керемет та. 36 мың төледіңіз, 31 мың стипендия аласыз. 2 айда стипендия 2 ай алсаңыз, біздің курстың ақшасын шығарып тұрсыз. Шығарып, даже үстінен қосылып тұрады ғой. Түф, тамшылап па? Сосын мына жерде мынадай сұрақ бар. Неге Ұлы Дала ОБТ? Неге Ұлы Дала ОБТ? По-любому басқаларды көрген шығарсыз? Да. Ұлы Дала ОБТ шағын отбасы сияқты, осы отбасымен бірге дайындалған қызығырақ қой. Даже қызықта и білімді де. Осы ағалардың арқасында 29 балл қосу деген, это бір айдың ішінде керемет жағдай ғой. Все, в принципе, бізде орта, мұғалімдер, в принципе, даму үшін 3 сағат керек деп айтады ғой. Дамушы орта, сапалы білім, сосын барып өзінің әрекет. Осы заттар қосылған жағдайда сен жетістікке жете аласың дейді. Одан кейін мына сұрақ. Бір сөзбен ОБТ дегенді сипаттап берші. Сен үшін ОБТ деген не? Бір сөзбен. Бір сөзбен емес, 2 сөзбен сипаттасам, шағын сынақ. Шағын сынақ. Иә, шағын сынақ. Сынақтан сәтті өте алдым деп ойлайсыз ба? Иә, сәтті өте алдым. Осы сынақтан, если қалай айтсам болады. Айта беріңіз, қалай айтқыңыз келеді, солай айтыңыз. Бұл шағын сынақ өмірдегі сәл ғана, шағын ғана сынақ. Осыдан өтсеңіз, өміріңіз жеңілірек болады. Керемет. Енді мына сұрақты қойыңызшы, қатты қызық. 83 балл алған кезде жыладыңыз ба? 140-қа қарағанда енді аз ғой.
да, жылаған кезім болды. Түспей қалам деп ойладыңыз ба грантқа? Жоқ. Білдіңіз да грант. Білдім. Осы мамандыққа түскіңіз келді ма прям сіз? Иә, түскім келді. Мен ИНУ-ды қаладыңыз ба шынымен? иә, Керемет. Оқушылар, сіздің неңізге физмат таңдайтын оқушылар по-любому грантқа түсе ала ма? Қанша балдан жоғары алса, уайымдамаңдар. 80-нен жоғары алса түсе ала ма? 80-нен жоғары алса, Смело түсе алады. Онда, значит, оқушылар 80 балға дейін жақсылап дайындалса болады. Бірақ ұбт-та сұрақтар қиындап кетуі мүмкін, сол үшін көбірек қойса дұрыс болады да планканы. Сіз қанша алам деп қойып едіңіз планканы? Мен өзім 80-90-ға қарай аламын деп ойладым. 80 алдыңыз. 80 алдым. Все, керемет. В принципе, физмат таңдаған оқушылар 80 мен 90 мен осындай топовый Астана, Алматыдағы университеттерге түссеңіздер болады. Егер физмат таңдап, балымды хотя бы 80-90-ға көтеріп алайыншы ағай десеңіздер, астыға плюс қалдырыңыздар, сіздерге хабарласып, қалай грантқа түсуге болатыны звондап айтатын боламыз. Күтіңіздер десем да. Одан кейін ұлы дала ұбт оқушыларына ұбт тапсыратын оқушылар бар. Айтар кеңесіңіз? Алдарыңа мақсат қоя біліңдер, сол мақсатқа жете біліңдер. Және де кітапты көп оқыңдар. Кітапты көп оқысаңдар, сөзі қорларын дамиды. Және тағы бір айта кететін, ағылшын тілін меңгеріңдер. Ол сендерге болашақта өздеріңе керек болады. Неге олай айтып жатыр? Өйткені барлық бірінші курс студенттері универде басқа тек қана ағылшыннан қиналады. Өйткені бірінші курс, екінші курс прям ағылшын оқиды. Так что оқушылар алдын ала универге дайын болып барыңыздар, ағылшынша оқыңыздар, ентін дұрыстап тапсырыңыздар, ата-аналарыңызды қуантыңыздар, Жанель сияқты. Егер сіздерде грантқа түскілеріңіз келсе, қайталап айтам, плюс қалдырыңыздар, сіздерге менеджерлер хабарласатын болады. Сіздермен бірге болған бай сайлау ағайларыңыз және Жанель, ұлы дала ұбт. Грантқа түстім деген күнде осы жерде сіз отырған кезде кездескенше аман сау болыңыздар.